Привет, қайырлы күн, ютубер оқырмандар. Бүгін бізде озвучкасыз, живой озвучкамен. Бүгін біздің жексенбіміз, яғни біздің бір күніміз балалармен. Кеттік ендіше. Балалар ұйқыдан тұрды. Мінесі ойшынаған яқтың жоқ, құтырып жүр. Мына кілемді орнататын, көтеретін адам болмай жатыр. Қазір бізде сағат 9:56, почти 10 болды сағат. Біз завтрак ішуге барамыз. Жүріңдер, кеттік. Завтрак ішеміз, жүріңдер. Жүр, аяғын жүр. Жүр. Ашау. Біз ауа күшті болып тұр екен. Ыстық қой дала. Әне кие ғой. Дала ыстық болайын деп тұр. Ыстық болайын деп тұрған ыстыр уже сағат 10 болды, сағат уже ысып тұр күн деген. Жүр. Кие аяғын, жүр. Ал. Жоқ, су емес. Ала ғой. Бізге балаларға завтрак дайындадым, жұмыртқа істедім, кішкене осындай бутерброд сияқты жасап бердім, қуырып. Все, балапандарға асып болсын. Келдер балалар, кел, ке, алжың, кел, тамақ жейміз, кел. Біз завтрагымызды ішіп болдық, енді оның орнын былай жинап тастаймыз. Деп осылай жинап тастаймыз. Кеттік енді біздің үйде. 5-6 адам бар, соған су беруге бара жатырық. Біздің үйдің кішкентай қонақтары, 6 қонақ. Кел, шық, кел. Кел, су ішсейші. Мен де бұларға кел, су ішсейші дегенше. Тамақтарын бұлардың завтрак обедтерін бердік. Ас болсын ішіндер. Кеттік жүрайы. Бірінші мамыр балалар қорғау күні болды да, сомен балаларды ешқайқа шығармадым деп бүгін шығарам деп ойлағам ғой. Сөйтсем күн ыстық болып тұр. Нағызды ұйықтатып тастап, мына кілемді жуам. Шығуға желание қашып кетті. Балалармен тем более алысып жүр, кеттік, ая. Және шашын алуға келдік. Ая. Солай әрі қарай екінші күннің қалай басталған сіздерге әрі қарай жалғастырып кетейін. Екінші күніміз, яғни понедельник күніміз, әдеттегідей балаларымызды садикке апарып тастап, жігітім балаларымен, достарымен тауға шығатын болды. Мен сосын онымен жабысып шығып алдым да, мен де барам деп, білмеймін бір қайқа баратқанымды. Сомен әлі чемоданный настроение, чемоданның ішін толтыру болып отыр ғой. Общем, үйден сомен балаларды таңертең садикке апарып тастадық, завтракта ішпегенбіз ғой. Сомен Лағманхана номер дейін, әйтеуір алматылықтар білетін шығар, Лағманхананың номер дейін. Солай барып, Лағманханадан екеуміз той бір тамақ ішіп алдық та, әрі қарай мен киім іздеуге шығып кеттім. Мынау дәу Гранд парктың ішінен өзіме киім таппадым десем болады ғой. Киім таппадым десем, күйеуім сенбейді ғой. Ол маған айтады ғой, сен ойыңдағы киімді таба алмай жүрсің деп. Ойыңнан сен бір киімді тігіп алғансың, соны таппай жүрсің дейді маған. Сонымен қой құрсын деп бір мороженое жеп алмасам болмас деп, осылай вафл мороженеден жеп алдым да, күшеніп тұрып бір магазинге кіріп едім, әйтеуір шортик пен футболка тауып, сонымен мәз болып күйеуімнің ұялғанынан осы киімді алып үйге қайттым.